жасушасын зерттеу үшін бізге қажетті құрал-жабдықтар ең бірінші микроскоп, шыны әйнек, жабын әйнек және пипетка, дистерленген су және йод қажет. Оқушылар, зертханалық жұмысымыздың барысы өсімдік жасушасының құрылысын толық танысу, микроскоптың және берілген құрал-жабдықтардың көмегімен өсімдік жасушасын анықтау. Анықталған өсімдік жасушасының құрылысын көзбен көріп, өсімдік жасушасының құрылысын дәптерге түсіру. Бастаймыз. Ал балдар, бұл өсімдік жасушасының құрылысын өзінің тарихы бар. Міне балдар, кім? Ең алғаш Роберт Кух дейді, 1665 жылы ненің осы микроскоптың көмегімен нені анықтады? Өсімдік жасушасын қарап еді. Оның ішіне нелерді? Ұяшықтардың бар екенін байқап дейді. Оны ол не деп атады? Жасуша деп атады. Өсімдік жасушасының құрылысы. Ең алғашқы өсімдік жасушасының құрылысымен танысып өтіп кетейік. Өсімдік жасушасының құрылысының ішкі кесіндісін алып қарайтын болсақ, оның ішкі цитоплазма, ядро, митохондрия, пластиктер, лизозома, тамшылары, Голжи жиынтығы, түйіршікті эндоплазмалық қор, вакуум, жасушаның ішкі мембранасы, жасушаның сыртқы мембранасы деп бірнеше неден тұрады екен, органеллардан тұрады екен. Енді бұл органеллардың қызметтері әрқайсысында әртүрлі болып келеді. Бұлардың әрқайсысының қызметін толық танысу үшін келесі сабақтарымызда не аламыз? Толықтай танысып өтіп кетеміз. Келесі. Енді өсімдік жасушасының құрылысын көру үшін бізге не қажет екен? Микроскоп. Микроскоптың көмегімен біз қазір анықтап көретін боламыз. Мына өсімдік жасушасын бірінші бастамасы бүгін жұмысымызда мен кішігірім қауіпсіздік ережесімен таныстырып өтіп кетейін. Бірінші микроскопты пайдаланған кезде мына ненің столдың шетіне жақын қоймаймыз. Одан кейін екінші микроскопты пайдаланған кезде мына окулясыз ненің көру түтігіне көзімізді қоймаймыз. Шыны әйнектерді қолымызбен қатты ұстаймыз. Және де берілген әртүрлі жабдықтарды не алмаймыз? Бір-бірімізге тақап, ұстап, және де қолымызбен көзімізді аузымызға салмаймыз. Екеуміз екі шыны әйнекті аламыз қолымызға. Біреуіміз суменен дистерленген суды құямыз, екіншіміз йодты құямыз. Қазір бірінші суды құйып алайық. Суды анаған екі тамшы суды тамызамыз. Тамызамыз. Енді немен? Мынамен. Қоямыз. Егер қатпарланып қалатын болса, мынамен тураймыз. Не қоямыз? Жабын әйнекті қоямыз. Жабын әйнекті қоямыз. Үстін басамыз. Енді неге қоямыз? Заттық стөшенің үстіне қоямыз. Заттық стөшенің үстіне қойып, екі ыстырғышпен ыстырып қоямыз. Жылжып кетпеу үшін.
ана нүктесінің орнына дәлдеп қоямыз. Тұру керек. Енді бұранданың көмегімен бұрап қанып көреміз. Бұл жерде қазір түссіз өсімдіктің жасушасының ішіндегі түссіз лүптер көрініп тұр, ішінде. Көрініп отыр ма? Тазына көреміз. Бар ма? Ұқсастық бар ма? Ұқсастығы бар, кім келіп көреді? Кеп көреміз. Сен үйеттіңіз деп көреміз. Бұл жерде қазір енді түссіз жасушаларын көріп атырмыз. Көреміз. Кеп көреміз. Жасушаларын көзден көрдік. Интерактив тақтадағы материалмен сәйкес келді. Ішіндегі ядроларын көзден көруге болды. Ол үшін берілген шыны әрекетке не тамзамыз? Бір тамшы йод тамзамыз. Жабына еніп қойымыз. Жабына еніп қойымыз. Енді заттық көшеге қойымыз. Заттық көшеге қойып, екшетін. Енді мен транспорттың көмегінен қойымыз. Оларын көрге болады. Жарып. Мына бетардың өттері берілген, ауыр дәптерген